Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қатпарлы қаттама нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жай қаттама нан емес, арасына сарымсақ қосылған, иісі мен дәмі тәбет ашатын қабат-қабат қатпарлы қаттама нанды бірге жасайық. Қытырлап, көтерлеп, дәмі де сіздердің аузыңызда ұзақ сақталатын болады. Алдымен бос ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне тұз салып, ергенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмсақ сары май қосамыз. Қамыр қопсытқышты електен өткізілген ұнға қосып, араластырып, сұйық массамызға біртіндеп қоса отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Барлық ұнды бірден қосып жіберуге болмайды. Осылай шет-шеттен қоса отырып, илеуін қандырып, қамыр илейміз. Міне жұмсақ қамырымыздың бетін жауып, 30 минутқа демалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, 4 бөлікке бөліп, жұқалап жаятын боламыз. Дайындап алған 4 күлше нанымызды жаятын боламыз. Қамырдың бетіне алдын ала ертілген сары майды жағып, үстіне сарымсақты ұсақтап жағатын боламыз. Біз қамырымызды 4 ас қасық крахмалымен, жүгері крахмалымен, 4 ас қасық ұнның көмегімен жайып шығатын боламыз. Екеуін бірге араластырып, әр қамырымызды бөлек-бөлек жайып шығамыз. Жұқалап жайылған қамырдың үстіне ерген сары майымызды құйып, біркелкі етіп барлығын жағамыз. Ерген сары майды жағып болғаннан кейін үстіне ұсақталған сарымсағымызды жағып шығамыз. Одан кейін оның үстіне екінші жайылған қамырымызды жайып, үстіне ерген сары майымызды дәл қайталап жағып шығамыз. Барлық майды жан-жағына, шет-шетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Қамырымызды нығыздап орап шығып, үлкен бір орама жасап, мұздатқышқа 30 минутқа салып аламыз. 30 минут өткеннен соң мұздатқыштан қамырымызды шығарып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағып, өз қалауыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Достар, өзге де рецепттерді көру үшін арнама тіркеліп кетіңіздер. Сонымен біздің қатпарлы қаттама нанымыз дайын болды. Қосылған сарымсақтың иісімен қаттама нанымыз ерекше дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лүпіл басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерге ас болсын.